бағанағы пенсионердің зейнетақыға ерте кету, ол бүгінгі таңда жалпы мына 5 қойылып отқан талап, ол бүгінгі таңда Мұнайгаздың осы іште шешіліп барлық бірақ қалай болғанда да Қазмұнайгаз келіп шешу керек деп үшінші 5 талаптың орнын табу керек деген хат жазылды. Ол хатқа бағанағында айтқандай біріншісі зейнетақы бойынша, ол зейнетақы ерте шығу бойынша келісімшартта қарастырылған. Балаларды тікелей штатқа алу деген, ол өздеріңіз білесіздер, осы жерде бүгінгі таңда мына Өзен қаласының жұмыссыздықтары бар, сонымен алгоритм белгіленген әкімдікпен. Сол алгоритм бойынша алынып жатыр. Тағы да біреусі, ол бағанағы 300 МРП деген. 300 МРП осы 2024 жылы жаңа ұжымдық шартта қол қойылған кезде, ол 85 МРП-дан 125 МРП-ға дейін көтерілген. Бүгінгі таңда осы ұжымдық шарттың, осы 2024 ұжымдық шарттың барлықтарыңыз осы жерде тұрғандарыңыз іштеріңізде бар шығар, сол ұжымдық шартта көрсетілген төлемдер болсын, басқалай сол жердегі көрсетілген төлемдерді алып жатсыздар. Ол енді қазір осы жерде экономика бойынша осы Өзенмұнайгаз бас директорының экономика бойынша орынбасар тұр, Бекмамбет Қуаныш. Онда енді оны қазір бәрін жіліктеп жатпайды, кім алды, кім алған жоқ. Бірақ осы БЖБ мекемесінде осы іштеріңіздегі адамдар алғандар бар. Екінші талап, ол 6-шы разряд жайында. 6-шы разряд бүгінгі таңда сіздер осы, ол 6-шы разряд біріншіден категорияға байланысты төленеді. Біздің осы Өзен кен орнында 1000 метрден асқан скважиндар 2-ші категорияға жатады. Бүгінгі таңда сіздер осы қай бригада сол 1000 метрден асатын скважинға жөндеу жұмыстары болсын, күрделі жұмыстары болсын, соға барған кезде, ол да сол 6-шы разрядтың төлеммен төленеді. Ал қалғаны 5-ші разрядта төленеді. Ол енді осы единый тарифный квалификационный справочник деген бар. Соның заң шеңберінде төленіп отқан зат. Енді бағанағы айтып отқан 1000 спецтехника деп отырсыздар. Ол сол 2015 па 2016-та басталған жоба. Одан кейінгі енді ол жерде де біріншіден оның қаражаты өте үлкен болып, сол кездегі шешім бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер, міне 2029-ға дейін, бүгінден бастап 2029-ға дейін 770 арнайы техниканы жаңарту бағдарламасы бар. Сонымен келіп жатыр. Биылдың өзінде 78 техника, келесі жыл тағы сол 2029-ға дейін 775 техника 53 миллиардтың жобасында көрсетілген. Тағы да бір талап, ол бағанағы 519-518 ұжымдық шарттағы бағана бір-біріне сәйкес келмейді деген. 2017 жылы ұжымдық шарт қабылдаған кезде ол 519-дің несіне өзгеріс емес, ол мына бүгінгі таңдағы заңға сәйкестендірілген. Қалай болғанда да кеше енді айтып отырмын ғой, бейне жазбалардың барлығында бүгінгі таңда жұмыс берушінің атынан сіздердің зейнетақыларыңыз және де сол салық, әрбір адамның өзінің енді жұмыскер болғаннан кейін өзіне пайдалы, сол салықта осы жұмыс берушінің атынан төленіп отыр. Оның алдында жировкаларыңызда, барлық жировкаларыңызда көріп жүрсіздер. Оны алдында түсіндіріп берді. Бүкіл неге шығарып, бейне жазбаға шығарып, бәрін түсіндіріп берді сіздерге. Тағы бір талап. 30%.
30% бойынша бүгінгі таңда осы жерде құқықтайтындар бар шығар, да? Сіздер бүгін 30% алып отырсыздар ғой. %30% алып жатсыздар ма? 30% бұл бағанағы ұжымдық шартқа енгізілсін деген талаптардың бірі. Ол мына 30% совмещение дейміз ғой енді. Совмещение бұл біріншіден бүгінгі таңда мына біздің жалпы осы Өзенмұнайгазының ішіндегі положение об оплате труда дегені бар. Ол мына сіздердің жұмыс істеген жалақыларыңыздың нұсқасы, қалай төлену керек, қалай болу керек. Сол совмещение деген осы нұсқаның бір ішіндегі бір тармағы болып келеді.